Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala la ilahe illallah. Vergen olsun vatandaş kudret tanrım kabiliyet kabul oldun kabiliyet. Peygamber sünnet yarım olup olsa kazanıp hep adaldık hakikat. Emek çıldık yolunda şirketinin azametlerdir. Allah dileğin kabiliyet. Amin. Başlarına verilen devletin gömülmek tatsın. Öğrenmeden düşmanlar kömeğe varıp yatsın. Arvağına nasılgıp kıyıqoğuna ve kazaktık hasiyeti. Kendilası. Dastarkanlar demletmeyin, yeşilden görmek tercetmeyin. Yüreklerinin düşüncesiyle önlenmetmeyin. Oraların dalga koymasın evliyetin ve canlarını koymasın kadının gibi olursan. Atanırlar başkan gibi canım benim. Tanrı'nın hamleden kümen. Kompleksin kümen korkak. Kurbağına amına kurbağına kasiyet. Kazağına kurbağına kurbağlar yerinde yanlışlarının damarına takmada görme. Amin. Amin. Ortasın takar. Ortasında yanlarına geçtiğini oturlar. Kazakta korkuluşundan nazardan geçsin. Allah beni Allah'ın yolunu tanıdığın hakikatten taybağın. Yer başına bu duvar yırtılan getirdi. Halkının gamını oylayan. Mağrıstavda bir meket, evliye batırırayım ben. Yer bakanın zamanlar, kararını yapamam. Kandıvalı güzel boy. Bol tez. Bol нападают. Амановцы. Көтеріледі қазір 16 минутта. Халыққа қарсы шықпаңдар, халыққа. Talep koyduk. Prokuror Жиыртаев шығып бізге сұрақтарымызға жауап берсін деп. Сол жерде қанша уақыт тұрғанда Жиыртаев ақыры шықпады. Орынбасарын жіберді, көмекшісін жіберді, бірақ өзі жасырынып отырды кабинетінде. Ол нағыз қоян жүрек қорқақ ес екен, еркек емес екен. Прокурорды айтпай қояйық. Прокурор заңдылықты қадағалап, халыққа қызмет етуге тиіс. Біздер бекер келген жоқпыз. Біздер бауырымыз
халықтың батыр ұлы Дулат Ағаділді полицияның тұтқындап алып кетіп, өлтіріп тастауына байланысты келдік. Сол масқара жағдайға байланысты қазір халықтың қаны қайнап тұр. Халық ашынды. Өйткені бұл жағдай шектен шығып кетті. Қылмыскерлермен күресіп, оларды жазалаудың орнына бізді қорғауға тиіс полиция азаматымызды өлтірді. Одан артық қандай қылмыс болуы мүмкін? Олардың істеп жатқаны осы, прокурордың істеп отырғаны мынау. Сонда олар не үшін отыр? Не үшін қазақтың қалтасынан алған ақшадан жалақы алады? Енді сондықтан ол жерден ешқандай нәтиже болмаған соң өзіңе келтірміз. Егер сен шын мәнінде осы қаланың басшысы болсаң, ана прокурор сияқты кабинетінде жасырынып отырма. Шық халыққа, осы жерге шық. Сосын саған айтатын сұрақтарымызды қоямыз, әңгімемізді айтамыз. Содан кейін сен жауабын тыңдаймыз. Ал енді алдын-ала айтып қоятын бір талабымыз бар. Прокуратураға барған кезде ол талап болмаған, енді бар. Ол анандай прокурор осы жерде отырмауға тиіс. Ол лайық емес сондай қызметке отыруға. Кетсін, одан да барып ана базарда жүк тассын. Одан көбірек пайда болады. Сол себептен Сағынтаев, енді саған талап, бірінші талап. Осында осы халықтың алдына шық. Кел, бетпе-бет бізбен сөйлес. Ал егер сен де оны жасамайтын болсаң, онда сен де сол қоян жүрек қорқақ кез боласың. Еркек деген атынан айырыласың. Біздің қазір саған қоятын талабымыз, бірінші талабымыз осы. Қалған талаптарды сен шыққаннан кейін бетпе-бет сөйлескен кезде айтамыз. Түсінікті ма? Sen de atadan tuldun, anadan tuldun. Қазақ елім деп, жерді алшаң басып жүрген арды азамат деп санаймын. Себебі мен бұрын сені танымаған, көрмеген. Ал енді Бақытжан Сағынтаевқа айтар датым бар айналайын. Ай Бақытжан, тыңда! Жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Жамандар жақсымын деп айқайлайды деген. Сенің жақсы азамат екендігіңе мен шек келтірмеймін. Ал сен сияқты жақсы азаматты халық пен биліктің ортасына бетперде қылып қойған сұлтанның әрекеті ешқандай заңға да, ар-ұжданға да сыймайтын тірлік. Арлы жігіт болсаң, халықтың қамын ойлаған жігіт болсаң, мен солай деп түсінемін сені. Себебі телевизорда сөйлеген сөздерге, істеген әрекеттеріңе, халықтық қаламызды үлкен мәдени орталыққа айналдырып жүрген іс-әрекетіге риза болып, көзімізбен көріп жүрміз. Ал енді сондай жақсы азамат халықтың жүрегінен орын тапқаннан кейін, халықтан қорықпа, халықтан ұялма, шық! 5 минут, 10 минутке шығып кет. Телміртпе мына халықты.
айналайын енді мына үстеріне қара кіреуке киген қара киім киген жендеттер, ай жендет балапандарым, балдарым, сендер тоқта бала. Мына погонды алар кезде, чинді алар кезде, дәрежені алар кезде қалай ант бердіңдер елдің алдына? Халқымды сақтайым, халықтың заңын сақтайым деп, ата заңымызды кеуделерге қойып тұрып ант бердіңдер. Сендер халыққа бірінші қызмет істейм деп ант бердіңдер. Сол үшін халыққа қол байлау болмаңдар, айналайын. Халықтың жағында болыңдар. О дүниеге аттанғанда Алла тағаланың өзі бұл дүниеден не бітіріп келді деп сұрайды. Сондан тез жауап бересіздер. Қандай жауап бересіздер? Халықты таптадың жауап бересіздер бе? Халықтың жоғын жоқтадың деп жауап бере аласың ба? Сол үшін айналайын, халықтың жағына шығыңдар. Қолдарындағы қаруды, ойларындағы билікті 100% халыққа қара емес. Мына сұм, мына сендердің басшыларым бар ғой, иықтарына алтын жұлдызды тағып, соларға қарсы ойындар. Айналайын, сендердің араларында да барлығы арсыз деп айтпаймын. Жақсы арлы адамдар бар, бірақтан дауысын көтере алмай, айта алмай жүр. Соларға жол беріңдер. Ал ана сендерге билікке басшы қылып қойған сұмдарды құртуға атсалысыңдар. Жеп қоймаймыз. Келсін, өшкенде келе өте айтамыз. Келсін, әбетшіге сопровождениені ішіп отырып барады ғой. Келсін осы сопровождение. Керек емес, халықта ондай болмайды. Халықтың алдына келу Мынау адамдар жұмысын, ала жағасын бәрін тастап келіп тұрып. Халықтың алдына шықсын бір 5-10 минутке. У кого еще есть микрофон? Передайте сюда. Халықтың көзінше звондаңыз, халықтан үлкен емес. Сопровождениемен бір әбетші үшін ұшып отырып кетеді ғой бір қалаң шетіне. Пускай келсін өшеге, халықтың алдына келіп, халықтың қалаптарын тыңдасын. Жоқ, бермейміз. Гарантия керек. Сагитаев қайтамыз. Сагитаев қайтамыз талабымызды. Сізге емес. Если он не в здании. Мы только лично ему озвучим требования. Сіз жеткізбеңіз, біз если он не в здании. Халық өзі жеткізеді, осы жерде жинап келіп тұрмыз. Құлағын тазамет естіп қой, Сағынтаев шақыр. Егер Сағынтаев келмесе, сен жеткізбеді деп ойлаймыз. Сіздерде қазақтың азаматтарыңыздар, жандарың күн тұрған азаматтарыңыздар. Бірақ ойламаңыздар, сіздер бұның бар басқұлдарлар, бір тәртіпсіздер деп ойламаңыздар, бауырларым. Сіздердің ата-аналарыңыз бар, жанұялар, бауырларың бар. Осы қазақ үшін, осы қазақтың ұлты аман есен болса, сіздер де амансыздар. Ал бүгінгі жемқор, сатқын билік халықты сізге қорғап, сіздерді қолшоқпар қылмасын. Сондықтан халыққа сіздер жаңағы ондай келсегі мына желтоқсанда осы жерге бізді қанға бөктірді. Өйткені олар өзінің қазақтың осы жердегі азаматтарына сенбеді. Өйткені өзінің бауырларына бұлар бір күзетсек
Анау жақтан Новосибирскіден өздерінің орталығындағы бас кетер кәдімгі ата-анам егінмін көрмеген жетімдерді форма киіп әкеліп, отардағы қазақтың ұл-қыздарын қанша сағынды. Олар өйткені басқа ұлт болатын да. Империялық шовинистік орыстың шыққан ал сіздер өзіңізді қазақ бауырларысыздар. Ерте қазақтың басындағы қайғы мұң сіздерге де ортақ. Сондықтан тарихта басқа да сіздер қазақтың өзінің қолына, өзінің ұлтын болып бұлғаған қанды қол қарақшы болмау үшін сіздер бұл бұйрықты орындамаңыздар. Сіздерге ешкім бұлақылық жасамайды, бірдеңені сындырмайды. Біз біреуге барып осындай қылмысқа тәртіпсіздік жасамаймыз. Қазір сіздерге бұйрық бергенге, иттер ұстап пас дегенге сіздер бүкіргеніңіздер. Көп болса сіздің жұмысыңыздан алар, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ азаматтық дейтін нәрсе өзі өлсе де артында қалады адамның. Айналайын бауырларым, сіздерге айтар, бүкіл халқының осы өтініші. Сіздердің барлықтарыңызға Мен айтайын. Заң бойынша мына ертең бізге жала жабылмау үшін, ертең заңсыз қудалауға ұшырамас үшін мына әкімге Сағынтаевқа келіп тұрған себебімізді Жасарал ағамыз айтты. Біз Сағынтаев мырзадан заңсыз қудалауды, заңсыз қамауды прокурордан талап еткені, өйткені ол кісі прокурор тікелей прокуратура туралы заң бойынша заңның орындалуын қадағалайтын орган болып табылады. Кешелі бері айтқан талаптарымызға бас тыңдамады, шықпады. Сондықтан Сағынтаев мырзаға келіп ол кісіге шара қолдануды. Сондықтан алдымызға шығып, талаптарымызға тікелей жауап беруін сұрауға келдік бұл жерге. Бүлік шығаруға, или бірдеңе бұзақылық жасауға келген жоқпыз. Соны заң орындағылар алдын ала біліп алсын. Әкімнің жергілікті өкілі ретінде халықтың алдында есеп беруі, халықтың алдында осы кешегі болған оқиға Дулат Ағаділдің өліміне байланысты біздің де басымызға сондай күн туы мүмкін. Соған жауап беріп, соған бізге ондайдың болмайтынын, ележе ашықтан ашық алаңға шығып төбелесек деген нәрсесіне жауапты сұрауға келдік. Соған жауап беруге алдымызға шықсын. Біз білеміз, заң бойынша арыз жазып, или болмаса жанындағы хат жолдап, оған хатқа жауапты күтіп, мынау деген нәрсе емес. Мынау жағдай, экстренді болған жағдай, халықтың наразылығы өте ашуы ызалы халық. Сондықтан осы жерде дәп қазір сол кісінің жауабын талап етеміз, күтеміз. Тараймыз содан кейін тараймыз. Ал оның бер жағында тарамаймыз. Жаңағы өкілімін деген келген кісі, форма киген бауырлар, біз бүлікші емеспіз. Ойларыңызда болсын, сіздер де біз сияқты қарапайым халықтан шыққансыздар. Сіздердің бұл қызметтеріңіз ешкім бұзақылық жасап жатқан жоқ. Тек қана талабымызға шықсын, орындай ма, орындамай ма жауабын берсін. Бар осы өтінішіміз осы. Ертең бізге жала жауып, или сөзімізді аударып, арандасушылыққа баратын болсаңыздар, ертең Алланың алдында, басқаның алдында болмаса да Алланың алдында жауап бересіңдер. Не барықтарыңыз қарап тұрсыздар, жеткізмейсіздер ме барып? Бармайсыздар ма, айтпайсыздар ма енді? Сағынтаев мырзаның тікелей міндеті, лауазымды қызмет талабы, халықтың алдына шығып, осы жағдайға байланысты жауап беру, ертең тағы да өлім болмасын, ертең қуғындалу болмасын, біреудің отбасын шырылдап қалмасын деген мақсатпен келіп отырмыз. Кешегі Дулат Ағаділді заңсыз ұстап, заңгер болғаннан кейін айтады, түн ортасында алып кету барлық заң бұзушылық болып саналады. Оның артында кімнің мүддесі тұрғанын сіздер іштеріңізден білесіздер, бірақ айта алмайсыздар. Ертең сол ұстаған адамдардың да, заңсыз қудалағандардың да біразын құрбандыққа шалады. Оларда сендер сияқты қызметкер болатын. Құрметті азаматтар, бір минут назар аударуларыңызды сұраймын. Мен Өсербаев Асқар, Алматы қаласы әкімдігінің өкілі ретінде сіздерге келесін түсіндіремін. Сіздерді жиналып отырған бүгінгі жиындарың заңсыз болып табылады. Алматы қаласы әкімдігінің тарапынан рұқсат берілген жоқ.
Сондықтан заңсыз іс-шараны ұйымдастырған азаматтар және оған қатысушылар заңды жауапкершілікке тартылуын ескертемін. Осыған орай бұл арада